Шарық достар, эфирде Late Night Show. Бүгін бізде қонақта танымал юмористер Қанат Әлжапаров, Қайрат Әділгерей және психолог, актриса, продюсер Нургуль Даубаева. Рэперов доводим до белой горячки. Мало что идет, BMW тачки. Говорю спасибо. Қайрат! Нургуль, сәлеметсіз бе? Динара, кел, отыр. Датау, бірден емден кетсен. Қайрат Әділгерей, Қанат Әлжапаров, Нургуль Даубаева. Ой, Алла. Ой, қош келдіңіздер. Рахмет. Вообще, мына передача шыққалы. Ана бұрын Нұрлан Қоянбаевтың түнгі студиясына шыққын келіп отыратын еді. Білген, қашан шақырады деп. Іште, неужели мен звезда емеспін деген сияқты, ше? Шақырған кезде жаман қуанып қалдық, ше? Мал сойып, садақа беріп, үйдегілердің бәрін айттым. Динара, Сатчанға кетіп баратырмыз бізде деп. Вот. Қазіргі таңда енді номер 1 шоу болып тұрсыздар ғой енді. Рахмет. Ақша көп қой мына қыздар. Ладно. Просто бізде спонсор көп. Қытайға барып келіпсіздер. Қытайға барып келдік. Иә. Шаш китайский көріп түсін. Амал жоқ осындай. Хотя бы кинода үш түсіріп. Неге Қытай? Өткені сіздің студиядағы тұрған аппарат, вот это все материалы, диваны, все у вас китайские. Нет, кстати, вот это кресло made in Казахстан. Материал Қазақстаннан. Жасалатын бәрі Қытайда ғой. Иә. Бізде единственный Қазақстанда тұратын халық қана китайский емес. Иә. Қалған бәрі китайский, сосын китайский вайппен. Ақыр Қытай бәрімізге жақын ғой деп Қытайға барып. Еще безвизовый режим қазір. Безвизовый режим 90 күн. Кайф емес пе? Қашып кетіп 90 күн жатып қайтып келуге болады. Қытайда, иә? Нұргүл, сіз бұл фильмнің продюсерсіз? Продюсер бұл кісі бізге донор алып берді, тамақ алып берді. Иә, еще менің білуімше сіздің ақшаңыз көп, иә? Өй, страшно. Бұл деген Қытайға барып, 3 күн киноға түсіп, қалған күндесе кофе ішіп, аяға ауыр ғой енді. Иә. Көрінбей ма? Көрінбейді, күшті. Аяға құшып бүйтіп, деп жүрді ғой. Ауырып, врач жалдап. Ана жерде тамақ иіс бар ғой. Иә. Мына кісі әрең жүрді негізі. Сөйтіп жүріп, киноға түсті ғой. Енді ең басты ерекшелігі Қытайда бұл алғашқы қазақ фильмі. Өйткені біздің қазақ фильм дәстүрлі түрде келісім шартқа отырғыздыру мәселелерін қолға алып жатырған кезде біздер алғаш болып барып қалайық деп жөн санадық. Қанат, Қытай қалай екен? Қытай жақсы, китайский. Қытай күшті ғой енді, қатынақ болды ма, дамып кеткен кәдімгідей. Қанша күн болдыңыз Қытайда? Мен ба, 5-ақ күн болдым. Оның 3 күні массажға кетті. 2 күн, 1 күн түстім ғой. Күшті, ұнады маған. Ана Қытайдың мен тұратын жер екен. Әр жерде темекі шегіп жүре береді адамдар. Түкіріп, бардак ше, ұшым, рахат маған. Салақ дейсің, иә? Салақ. Нұргүл, сіз тоже актриса ретінде тоже, да, түсесіз бұл кинода? Енді спонсор емес пе, өзі біледі ғой, кім болып қатысса да. Что за вопросы такие? Джеки Чанды шақырыпсыз. Бірақ Джеки сізге жоқ депті, да? Қайратпен түспеймін деді. Джеки Чан біз негізі осы проект басталмас бұрын Нұргүл енді өзінің Қытайда связдарына шықты. Джеки Чанды алдыртамыз деп біраз оқталдық. Даже $600 мың бір сахнаға сұрағаны, құныққан екен. Бірақ ол кісі, өкінішке орай ол кісінің манағы расписаниясы 1 жылға жазылып қойған. Даже 1 сағатқа уақытым жоқ деп, бірақ сонда да $600 мың алды. Біздікіндей андай кеп түсіп бересің ба, бол деп, ана жұмысын тастап келе салды. Иә. Мына үншектер ғой, қолдап жіберейік деген қазақи понятие жоқ. Танымал адам екен ғой ол Джеки Чан. Біз кәдімгі Асан Пердешпен сөйлескен сияқты сөйлесе салған ғой нәрселер. Олай болмайды екен ғой. Бірақ өкінішке орай Нұргүл ханым бір шықты, солардың продюсерлеріне сол кезде айтты. Біз боссақ қыркүйек айының орталарына таман босай аламыз. Сол кезде біз сөйлесеміз. Тіпті Джеки Чан мырза қазақты қатты сыйлайды. Әсіресе Димаштан кейін мен Қазақстанды қатты жақсы көріп қалдым. Халқы өте жақсы, қонақжай. Бірақ өкінішке орай менде расписание келмейді. Сентябрьдің 15-терінде мен түсіп бере алам деді. Бірақ біз сентябрьдің 15-іне дейін қайда құрсын? Мына кісі уже туайын деп жатқан жоқ па? Июньнің аяғында. Біз соған үлгеру керекпіз ғой. Нұргүл, рас па? Бұйыртса баласының атын Джеки Чан деп қояйын.
Даубаева, Джеки Чан. сөйтіп соны өсіріп түсіреміз. Иә, соны өсіріп түсіреміз. Бос Ешкімге болса. ақша төлемейміз. Нұргүл, рас па? Джеки Чан уәде берді ма? Түсем деп? Біздер қазақ қызы бар, аудармашысы, сол кісімен бірге қызмет жасаған, түсетін болатындай расписанияларын қарауға мүмкіншілік туындаған сәтте тіпті гонорарын минутына шейін есептеп берген болатын. Бірақ та өкінішке орай бізге февраль айында басталу керек проектіміз кейінге шегерілді, ауа райының қолайсыздығына байланысты. Соның салдарынан бұл бұйырмады. Дегенмен де өзіміздің аузымызды толтырып сөйлейтін азаматтарымыз бар да, мен ойлаймын, бұл фильм одан да үлкен, Так, приятно. үлкен әдемі шығады деп Бірақ сол Джеки Чанға беретін гонорарды бермей, бізді қорлап отқан жоқ па, десем ойлайтын. Әрине, Ал қалжың. Қытайдың актерлері түсті ма? Қытайлардың актерлері түсті, Кім түсті? Ол жерде ең танымал Лина деген ару бар, 300 фильмға түскен. Голливуд фильмдарда бой көрсеткізді. Оны қалай шақырдыңыз? Оны да өзіміздің продюсерлар бірлесе отырып, осыны таңдау жасап, Кастинг болды кәдімгі. кәдімгі Шаолин ұл баланы арнайы тағайындап, зерттеулер жүргізіп, одан кейін команда 10 шақты адам арнайы алдын ала барып келіп, осындай рәсімдеген болады. Бізде тизер бар, соны көрейік. Кайрат, есть одна просьба. На днях мы нашли в Китае клиента, который очень заинтересован в нашей зерновой продукции. Вот мы бы хотели, чтобы ты по пути завез этот груз. Здесь ровно 200 миллионов. А ол не груз? Пшеница, ячмень, рис. Ол жерде енді артық ештеңе жоқ шығар, Болса ше. Жоқ шығар. Ячмень, оның ішінде не болады дейсің? Қатының бар ма яңгілік? Болған, кетіп қалды. Мамам ауырып қалды, больницада жатыр. Соны Қытайға апарып емдетсем бе деймін. Мыналар кім дейді? Сенің жауларың өте қауіпті. Шефу, маған кунг-фу үйретші. Кунг-фу. Әлсіздерге арналмаған. Димаш емес? Ой, мен Димаш Құдайбергенов деп ойлап жүр бұлар. Айтам, Димашқа ұқсамай, мен Еркес Маханға ұқсаймын десем, түсінбейді әңгімені. Хуйня болмай тұрға, аға. Скорый шақыршы. Хуйня емес қой, аға. Құтқаршы, скорый шақыршы. Хотя бы кинода 2 коррупция туралы болды, иә? Аха. Ал хотя бы кинода 3 не туралы? Жалпы осы хотя бы в кинода киносы трилогия ғой биыл. 3-ші бөлім заключительный деп ойлап отырмыз енді өзімізше, білмейміз енді қалай болатынын. Жалпы 1 мен 2-ге де 3-ге де тақырыпты үкімет өзі беріп отырды. Қалай? Мысалы, үкімет коррупцияны тоқтатамыз деп біраз адамдарды қамады ғой. Иә. Соған байланысты идея шықты. Давай онда қамалатын коррупционер туралы түсірейік деп. Екінші идея сыртқа шығып кеткен ақшалар туралы болды. Үкімет өзі айтты. Болды. Сыртқа шыққан ақшалар бәрін қайтару керекпіз. Үшіншісін не туралы түсіреміз деп отқан кезде сыртқа шығатын ақшаны қайтарып жатырмыз. Бәрін қайтарып алып жатырмыз деп үкімет өзі бізге идея беріп отыр. Біз сол идеядан отталкиваться етіп сценарий жазып, то есть бар жаңалықты біз кино форматында жеткізіп жатырмыз. Бірақ бұл комедия, иә? Бұл комедия. Енді 3-ші частьта менің образымда қатты комедийный линия жоқ, өйткені кинода менде задача басқаша болады.
мен бұл Қытайға амалдың жоғынан кетемін. Мамам ауырып қалғасын, мамамның еміне ақша керек, және де Қытайда аппарат бар маманың емдейтін. Маманы алып кетуге жүре алмайды, маманы қозғауға болмайды. И киноның барысында сол оқиға кішкене трагедияға айналады. И менде линия қатты не емес. Бірақ в целом кино комедия жанрында комедияның элементтарымен алып шықты. Но это трилогия, заключение деп ойлап отырмыз. Қанат, ал сіз ше? Сіздің рөліңіз қандай? Мына кісілердің айтып отқан біреуін білмеймін мен. Өйткені мен бардым, 3 күнге бардым, мен кино басы қалай, аяғы қалай. Сіз білмейсіз, иә? Қалай бітеді, оны білмеймін. Өзіме берілген жерде ойнадым да қайттым мен. Аяғыма пышақ кіріп, екі Қытайдың қызымен тамақ іштім. Болды деймін, жұмысым бітті. Жоқ, төбеден ұшқаның бар емес пе? Төбеден бүйтіп ұшатын ба? Концепция деген оқыған жоқсыз ба? Оқығанда мен... Не туралы Олар Қытайға кетіп қалды ғой, енді оқиын деп жатқан кезде. Барып, негізі бізде енді жоспар бойынша егерде 4-ті түсіретін болсақ, бұл енді уже коррупцияның отаны емес, біздің коррупционерлердің жиналатын, бақытты ғұмыр кешетін жері Лондон мен Швейцарияда түсіреміз. Швейцарский банкты көрсетеміз. Келесі, получается, келесі часть. Егерде түсіретін болып жатсақ, сол кезде Қанат осы жерде главный роль болады, потому что 1 мен 2 мен 3-тің бүкіл линиясын біз Қанатқа аударатын болып жатырмыз. Енді тағы да бір естеріңізге сала кетейінші, бұл хотя бы кино Қытайда кеше Нұргүл айтып отыр, 360 миллион ақша кетіп қалды. 360 миллион? Айналып қарасақ, современный Қазақстан, тәуелсіз Қазақстандағы ең қымбат жоба бұл. Неге дейсіздер ғой? Өткені біз Қытайға барған кезде, Қытайдағы продюсерлер басқаша бізбен ақылдасты. Оларда 3 баға екен. Телефонмен сөйлескен кезде басқа баға, келгеннен кейін басқа баға, кетерде басқа баға екен. О май гад. Оны біз білмей қалдық. Жаңа сыртқа кеткен ақшаны қайтарамыз деген кино ғой, соны берген ғой сояққа. Сояққа бердік та, бірақ ол сыртқа келген ақшаның қайтаруын осы ел қайтарып берген деп отыр ғой, киноға барып. Әрине бұл кино қайттан апарып берген ғой, общем. Тағы да бір қазақ кинолары. киносының бір уровень көтеретін кино. Өйткені бұл жерде Қытайдың, мысалы, басқа бір шетелге баратын болса, 4-5 адам алады массовка. Біз 45 адамды жалдадық. Мына Шаолинь, бұл 15-ші ғасырдағы монастырь екен, таудағы. Бұл бар монастырь. Сосын баяғы кинодағы, қытайский киноларда ана бүйтіп ұрып, сәл 1 сантиметр жеткізбей ұшыратын бар ғой, сол болған екен оқиға. Соңғы мастер 18-ші ғасырдың аяғында болған екен, одан кейін ондай мастер жоқ екен. Қалған бәрін игеріп алған. Біз ана Шаолинский мастерствоны көрсеткен кезде, бізді залға кіргізгенде фото, видеоны алдыртқан жоқ. Ана кішкентай балалар бар ғой, 5 метр секретта, осылай шпагат жасайды, сол шпагат күйі жерге қонады ғой. Деп бала соны бейді. Қалай деп ше? Сосын шпагатқа отырған күйі бар ғой, бүйтіп тұрып кетеді ғой. Представляешь? О, сонда получается, ол балалар сол жерде тұрады. Шаолинь сол жерде өмірін беріп тастаған. Вообще негізі Шаолиньдер Қытайда бұлар негізі монастырь, я ол? Монастырь, мінәжатхана. Тауда бағанағыдай не бар? Солардың мешіттері ғой енді. Құдайға сыйынады да, анау Шаолиньдер енді уақыт көп қой, үйленбейді еще олар. Тек заниматься ете береді спортпен. Бүйтіп құлай берсе үйленбейді ғой. Бүйтіп қонса, конечно, үйленбейді. Бұлар негізі Шаолинь это школа искусства емес. Бұлар негізі мінәжатханашылар ғой. Сөйтіп Қытайдың басына күн туған кезде сол Шаолинская школа искусства көмектескен екен. Біраз жауды бетін қайтаруға. Ана ағашпен, моншақпен, андай бүйтіп ұратын. Сіз сол, получается, сол монастырьде тұрдыңыз ба? Мен деген сол жерде әулие болып жаттым ғой, төбеде. Қанша күн? 6 күн жаттық төбеде. 6 күн, да? Тау 3,5 километр тау жаяу шықтық. Мына кісіде шықты жаяу. Нұргүл, сіз қалай шықтыңыз? Қалай шыққан ішкі қажеттілік болғандықтан ба, ауа райының кереметтілігі бар. Аяқ ауырға тұқсап сөйлесін. Аяқ ауырғатын болса да мәдениетті қатын қоғам сондай үндемеші. Психолог құсап сөйлейді. Сөйтіп шыққан кезде ешқандай қиындық білінбеді. Бір-бірімізбен шуылдасып, сөйлесіп, таза ауада тамсана отырып, ол жердің енді сұлулығы бір керемет шын мәнісінде. Ысылдап жүріп соның бәрін байқаған ғой. Мен ойламайсыңдар ма деп бірінші күні.
Нұргүл, сіз психотерапевтсіз, иә? Иә. Сіздің мамандығыңыз психотерапевт. Бірақ менің білуімше, сіз киноға ақша беретін продюсерсіз. Өйткені, менің білуімше, бізде Дариға Бадықова болған. Ол айтты, маған киноға, мен сұрадым. Қарызды қанша алдыңыз сонда? Қарызды 100 миллион алдым. Кімнен алдыңыз? Құрбыларымнан алдым. Ол айтты, менің құрбыларым берді деп. Оказывается, про кого говорила Дариға? Именно Нұргүл туралы айтыпты. Сіз сол киноға ақша беріпсіз, иә? Бұл еш жерде негізі айтылмаған, өз ортамызда жүрген әңгіме болады. Иә, мен бәрін Сіз оны қайдан біліп алдыңыз? Дариға айтқан ғой енді құрсын, қайдан біліп алған дегеніз. Дариға келіп бәрін айтқан болып тұр ғой. Сен де келіп тұрсың ғой, бәрін айт. Сіз, получается, бұл сіздің екінші кино жобаңыз, иә? Иә. Біріншіден Дариға Таиландта жүрген кезде хабарласты. Мен сол сәтте Оралда жүрген болатын. Мен Оралда кино түсіргім келеді, арманым деген кезде. Неге қазақтың бір қызын қолдамасқа? 4 жылдық достығымыз бар. Бір қазақтың қызын өз еңбектерімен көтерілген аруды демегім келді. Сол үшін автокөлігімді де сатқан болатын. Автокөлікті сол ақшаны сосын Дариғаға бердіңіз, иә? Енді жоба барысында. Қазір троллейбуспен жүр. Еще біреулер орын бермесе, соған ренжиді. Жоқ. Көбісі айтады, не, мен үшін көтердің ба? Нұргүл, мысалы, Нұргүл көп балалы ана. 7 баланың анасы. Құдай қаласа, 7-ші бала туылады. Құдай Құдай қаласа. Октябрьдің, июньнің аяғы деп отырмыз, июльдің басы деп отырмыз енді. Жаман уайымдап отырмыз. Бәрін біледі. Ай десең өзің. Нұргүл, Қайратпен, Қанатпен жұмыс істеу қиын емес па? Рас айтыңызшы. Шын мәнісінде енді біздер жұлдыздарды басқа бір қырынан көреміз ғой. Мені тамсандырғаны, енді Қайратпен площадкада өте жиі болдық, сыртынан тамашалап жүрдім, өте еңбекқор азамат. Бетіне де атап өткім келеді. Мұздай асфальттың үстінде таңертеңнен кешке шейін жүру, ол жерде ол мамандықты сүймесең мүмкін емес. Содан кейін тіпті енді мен еріккен қатын деген атағым бар, енді бола берсінші. Кеш, съемка, Құдай ресурсты беріп тастаған, терапияны тоқтатып тастағам. Тек съемкамен жүрміз, иә? Кешке жаңағы утка ойын ойнағым келеді ғой, бәрі өлеңдеп кетті шаршап. Сөйтсем екеуі деген шаршағандар көрініп тұр. Бірақ осы кино үшін, жоба үшін деген жүрек жарды өздерінің лебіздермен, ықыластармен үлкен демеу көрсетті. Бұларды басында мен түсінбейтін әңгіме айтқан кезде, бұл әзіл ма, немесе шындық па деп. Кейін етім үйренді. Бәтуасы жоқ бүгін. Бәтуасы жоқ әңгіме айтамын. Біздер үшеуміз 84-піз. Саракеткаларымыз, саракетка. Мен өзім 40-қа келдім, февральда келдім, 20-сында. Кстати, 40-ты нельзя отмечать, знаете, да? Мен отмечать еттім специально. Это опасно. Вот, алып кетсін дедім. Жүрім ғой, май болды уже. Бір жөтеліп жүрген жоқпын. Ужасно. Вообще, бұл опасно. Жоқ, енді ер адамдар жасамайды дейді 40-қа келгенде. Мен енді жасаған жоқпын. И не только ер, даже әйелдер тоже жасамайды. Маған бір психолог айтқан, Анатолий Некрасов. Психологтар айта береді десең, мен де туғаным жасармын. Қайрат, екінші хотя бы кинода сізде Дариға Бадықова мен Олжас Абай түсті. Неге үшінші бөлмеде жоқ? Үшінші бөлімде негізі біз басында сценарий жазған кезде осы Дариға очоу ішінде бәріміз болғанбыз. Сөйтіп, жеме-жемге келген кезде кім Дариғамен очоу айтты. Біз өзіміздің проектіміз жазып қойдық, өзіміз кино түсірейік деп жатырмыз, біз сіздің киноңызға қатыса алмаймыз деді. Сөздің ашығы керек. Енді біз былай сұрадық, онымен олар уақытын жылжыта алмады, өйткені олар келісіп қойған командамен. Енді бұл жерде бір актердің сөзі ештеңе шешілмейді, өйткені артта 100 адам жұмыс істейді. 100 адамның графигі бар, 100 адамның өзінің планы бар деген сияқты. Өкінішке орай олар қатыса алмады. Сосын амал жоқ, сценарийді қайтадан өзгертуге тура келді. Оған біраз уақыт жоғалтып алдық. Содан біз уақытымыз жоғалтып алған себебіміз де содан. Получается, бірінші сценарий соларға жаздыңыз, иә? Бәріміз болатынбыз, үшеуміз, Қанат бар. Содан енді біз ауыстырып жібердік амалдың жоғынан. Енді, конечно, мен кішкене бір іштей қапалы болып қалдым енді. Қалай болды, неге олай болды? Мен сосын очоудың өзіне де звондап айтқан, давай мына делоны доведем до конца. Бітіріп тастайық, содан кейін жайлап уақыт бөліңіздер, былай да деп. Деген кезде біз никак нете алмаймыз, ренжімеңіз. Сосын жарайды деп іштей
өздерінің қалаулары солай болған. Бірақ онымен біздің ешқандай отношениямыз құртылған жоқ. Мен әлі күнге дейін сол күйі Дариғаны жек көремін. Сен ойнайтын. Дариғамен, Очоумен доспыз. Мен жалпы Очоуды актер ретінде өте қатты жақсы көремін. Өте қатты сыйлаймын. Очоудың кез келген жұмысы, кез келген жасап жатқан еңбегіне мен сәттілік тілеп отырамын. Кешеде 16 мамыр бұйыртса барлық кинотеатрларда тағы да осы Дариға мен Очоудың туындылары шығады. Тастай мынау деген. Кеше бір мүйіз берген, састып. Сол шақырту алғанбыз. Яғни біз бір-бірімізді қолдап отырамыз. Жалпы қолдап отыру керек деп ойлаймын. Бәріне жетеді. Құдайға шүкір, бәрімізге бәрі жетеді. Сондықтан да ол халық өзінің жақсы көретін көрерменін өзі таңдап, өзі барады. Ең бастысы еңбегің тоқтамасын, жасап жатқан еңбегіңе халық өзінің бағасын береді. Сондықтан да біздің әріптестеріміз Дариға мен Очоуға да сәттілік тілейміз, өзімізге де барынша. Все, что не случается, к лучшему. Вы знаете, даже екінші сценарийіміз бірінші сценарий қарағанда басқаша болып кетті да. Намного лучше? Да, сосын ішімнен ойлады. Значит, біз адам өзі адамның дегені емес, жаратқанның дегені болады дейді. Значит, осындай нәрсені бізге бұйыртып тұр екен ғой деп, жоба біткеннен кейін біраз өз-өзімізге сондай бір тұжырым жасадық. Қанат, сіз кім болып ойнайсыз бұл кинода? Білмеймін деймін іште. Бір орын бос болды, соған барып жүрді. Ашылмайды деп ашылмайды. Вино сатып алшы. Sizde получается басты рөл, я? Күлдіріп атыр. Рахмет. Sizde басты рөл, я? Жоқ, мен... Массовка? Я. Как это массовка? Мың Қытаймен бірдей болды. Жоқ, Қанаттың мен кіммін айтшы мен. Бірінші бөлімде болсын, екінші бөлімде болсын, Қанат андай кинода кинотеатрдағы көрермендерді бір сейілтіп, бір естен тандырып, бір оятып сілтейтін жері. Үшінші частьтада да дәл солай. Бір внезапно келе қалады да, бір өзінің линиясымен бұрқытып, кәдімгідей киноның бір темпті қайтадан бір өзгертіп жіберетін сондай екен адам. Менің ойымша, Қайрат кәсіпқой актер ғой. Ой, классный актер. Кәсіпқой дубляж жасайды. Иә. Бірақ біз командамен елестетіп көрдік. Мысалы, Қайраттың қолынан бәрі келеді ғой, да? Мысалы, Қайрат өзінің кәсібін өзгертсе, сосын кинода визажист ретінде жұмыс жасаса, осындай болушы еді. Ё-моё, кетші. Да. Нучидің конкуренті болып. Осындай болып кетем ау, Не дейді, мынау. Қайрат, сіз ойлаған жоқсыз ба? Қандай? Визажист болуды ма? Визажист болу, да. Визажисттер ақшаны көп табады, между прочим. Қой, жоқ, құрсын, визажист несі? Мен деген бетіме крем жақпайтын адаммын. Көрсе? Анау, мына бальзам ополаскиватель бар ғой, үйдегі тұрған. Сол не үшін тұрған жақында білдім ғой. Оказывается, адам шашын бояғаннан кейін, шаш андай киіз сияқты болып қалады екен, шампуньмен жусада да тарақпен таралмайды екен анау. Ана балзаммен жусаң, шашың таралып күшті болады екен. Соны мен жақында білдім мен. Мысалы, мен көбіне бальзамды салатқа қосып жейтінмін. Шашыңды сарыға бояп күнін үстімен. Сарыға бояп, содан мен білдім бальзам. Сондықтан да визажист менікі емес. Сіздікі емес, иә? Менікі, көбіне акушер. Қанат, сіз Әзіл әлемнің резиденсіз. Алматыда, Астанада жұмыс істейсіз, иә? Бірақ сіз Қызылордада тұрасыз, Қызылордадан ешқашан көшкен жоқсыз, иә? Жоқ, көшпедім. Неге? Барған жерін жақтырмайды десе. Енді ауылда тұрам, сол жақта жүрген ұнайды күшті ғой. Астанада да, Алматыға да келіп жүре береміз. Қызылордада тұра береміз. Ой, болған жоқ па? Все-таки туса, жұмыс, ол Алматыда, Астанада. Менде ой жоқ, Динара онда. Ойсызбын десең. Жоқ, басында ойладым ғой енді. Қалай болады, тұрып көріп, Астанада тұрып көріп, бір 6 ай тұрдым өлдір, иә? 6 ай тұрдық, үйден шықпадық 6 ай. Алматы ұнамайды енді, шыны керегенде. Астана ше? Астана ұнайды, күшті. Тұрсынбек айтқан жоқ па? Қанат, көшпейсіңдер ма деп?
айтпаған жоқ ол кісінің бізге. Негізі ол Тұрсынбектің негізі бүкіл театр Астанада тұрған қалады ғой енді. Үш жерде бәрі күнделікті кездесіп жұмыс істеп сөйтіп жүрсе деп. Енді Қайрат Алматыда тұрады, мен Қызылордада, Медет Шымкентте тұрады. Аманғали Таразда тұрады. Көрдіңіз ба? Ерболат Алматыда тұрады. Ерболат Алматыда тұрады. Бәріміз жан-жақта тұрамыз. Миша Мейіржан ол Семейде тұрады. Яғни Тұрсынбек қана Астанада тұрады. И Бақытжан Қасымов екеуі. Да? Қанат, қазір әртістер бизнес-коуч болып жүр. Сіз білесіз оны, да? Біз бұлай елестетіп көрдік. Мысалы, Қанат Әлжаппаров коуч болса. Коуч деген не ол? Нандайым ба? Как построить эффективный товарный бизнес в интернете? Или Қанат Сейсенбай дейсіз. Из Китая. Ана кім аған аты? Марғұлан Сейсенбай аған. Марғұлан. Бізде даже видео бар, видеоны көрейік. Если у вас маленький бизнес и маленькие инвестиции, у вас внимания хватает, вы можете параллельно вести. Но в какой-то момент Қанат осылай орысша айырып вырастет тұрсаң либо ойлайсың. бизнес, либо инвестиции, и вам нужно уже принять решение, на чем Сіз Қытайға концентрировать барып внимание и от келдіңіз, чего отказаться. Если у Қытайдан вас мал- товарды қалай бизнес жасауға болады, осындай можно уже тренинг жасауға сізге. Қытайда бар ғой, бәрі арзан екен ғой. Бізге әкеп сатады ғой, мысалы 200 теңге тұрады ғой ойласа. Да? Нені Оны сатып бізге алдыңыз? 8 мыңнан сатады, соны ұялмай. Еще оларда бар ғой, зарядка, 105 нурлар ше килограммдап сатады екен. Аны. Да? А бізде бүгін 2,5 теңгеден сатады. Сіз ойлаған жоқсыз ба вообще, сіз все-таки юморда жүрсіз, да? Уже қаншама жыл, 20 жылдай, да, получается? 15 жылда жақындап қалды. 15 жыл, да? Сіз ойлаған жоқсыз ба вообще, поменять профессию, басқа вообще попробовать себя в новой роли? Менде дым ой жоқ шөдесі. Ештеңе ойла ондай. Динара ондай ештеңе. Сіз Қызылордада вообще не істейсіз? Мен ба Қызылордада жүрем. Астанаға ауырып келем. Қызылордада жүрсем ауырып жүрем. 8 май, 7 май тойлап. Иә. Осы кезде ешкім жақтырып отқан жоқпын мен. Жоқ, Астанаға... Қызылордада менің әке-шешем тұрады ауылда аржанда Черемозекте, олар көшкісі келмейді. Сосын мен олар қайқа тастап кетем. Мен үйде өзім 2 ағам ол сотталып кеткен. 4 ойнап айтам. Айттым ғой Динара, я же тебя предупредила. Өзім ғой үйде, сосын енді оны әке-шешем тастап қайқа барам деп атым Динара. Ужасно. Я когда говорю, сотталып кеткен, я уже думаю, какой ужас. Жоқ, енді негізі Қанат өзі әке-шешесін тастап кете алмайды, бірақ әйелі сонша айтып жатыр да тастап кетейік деп ше. Ойнайтам. Негізі... Мен, кстати, вот байқадым, сіз Жайдарманға, да, по-моему, Жайбатылға одноклассниктеріңізді, да, шығардыңыз? Солармен өмір сүрем. Солармен жүрген жақсы көрем, күшті. Ал Тұрсынбек ше, Қайрат ше. Пожалуйста, ауылға келіп тұрсын біздің ауылға. Оларға қой деп отқан жоқпын дейді. Жерін алып берейін, малын алып берейін. Жер жетеді. Жақсы. Нұргүл, сіз көп балалы анасыз. Біз командамен елестетіп көрдік. Мысалы, сіз мамандығыңызды тағы да ауыстырсаңыз, бал ашатын көріпкел болсаңыз, қалай болар екен? Ойбай. Тура өзі ғой. Неге бал ашатын көріпкел именно? Білмеймін. Балгер ғой, психолог деген. Просто, по-моему, подходит. Бізде тағы бір фото бар. Өйткені маған келген клиенттар әуел баста сұрайтын, сіз көріпкелсіз ба деп. Да? Сізде вообще бар ма сондай? Жоқ, ол нәрсе адаммен жұмыс жасау барысында сіз тәжірибе жинаған сәтте клиенттің отырысына қарап, қимыл әрекетіне, күлкісіне, бетінде жиналған әжімдеріне қарап, қандай күйде отырғанын сезіну мүмкіншілігі бар. Яғни эмпатия арқылы сезіну. Сіз, получается, Қайратты, Қанатты киноға шақырғанда, сіз сразу түсіндіңіз, да, қандай проблемалары бар? Бұл екеуін танып білу мүлде мүмкін емес. Жана сізге 2 ағам сотталып кетті дегенде жұрт қарсы күлген кезде мен қысылып кеттім да, мысалы, мен де сеніп отырмын, түсініп жатсыз ба? Бұларда менің көзім басқаша. Психологиясы өтпейді. Біз Нұргүл ханыммен ашық сөйлеспеуге тырысамыз. Қашуға тырысамыз. Өйткені іштей ашық сөйлессең, көзіңе тіп-тіке қарап отырып, саған анализ беріп, сыртынан диагноз қойып, том пішіп отырады. Аха, мына балада бір детская травма бар.
У него была неблагополучная семья в детстве, и сейчас он этим улыбкам, либо своими такими действиями, он закрывается, он в себя уходит. Міне Сосын көріп кел. барынша алшақтайсың мына әйелден ше. Бұл қайта аяғы ауыр болып, басылып өз-өзіне кетіп қалған түрі бұл. Аяғы ауыр болмаса артымнан жүріп, миымды қағып алатын еді бұл кісі. Поэтому сіз Қанат екеуіңіз постоянно маска киіп жүрсіз, да? Жай әрине қалжың ғой. Бұл кісінің енді психолог. Наоборот, сіз ана жерде, да, Қытайда, тауда, психотерапевтсіз де, да? У вас сколько часов терапии? 6 мың, да? Өзімде ма? 3,5-нан асады. Тізбектелінген. Ол такой тәжірибесі мықты, да? Наоборот, сол жерде терапия алмайсыз ба, Қанат екеуіңіз? Ой, Динарочка, мне, если честно, не до этого было. Да? А бұлар өнердің арқасында емделіп жүр ғой шын мәнісінде. Өйткені кейіпке кіру барысында сіздің жасырынған бірнеше сезімдеріңізді атқару процесі бар да, ол жерде. Сондықтан оларға терапевт керек емес. Негізі емделгенмен бұл біз емдей алады деп айтамын. Мысалы, варикоз емдей аласыз ба? Ашып кетсетсең. Иә. Самын қолма сен грижа емдей аласыз ба? Грижа мен білесіздер, иә? Бұның барлығы симптом. Шын мәнісінде адамның рухы. Психосоматика. Анда адам психологиясына бүйтіп, сен бүйтіп адамға андай күш қуат беріп сөйтеді ғой негізі психолог деген, негізі бізге бару керек, Қайрат. Неге? В смысле бару керек? Осы жерде ол психотерапевт отырған жоқ па? Можете прямо сейчас? Ой, нет. Давай музыка. Енді шынымен де қазір осы Нұргүл ханым сияқты психологиямен айналысып, психологтар қажет болып кетті бұл заманда. Неге? Өйткені қазір біреуден қалайсың десең, анау мен жағдайым сұрады деп жылап қалайын деп тұр. Неге? Психологтар на самом деле емдеп жатқан жоқ. Психологтар просто выслушивают людей. Просто қазір адаммен сөйлеспейді. Адамның көңілін ауламайды. Ешкімге айта алмайды. Ананың уақыты жоқ, мынау көре алмайды, анау жек көреді, анау қарыз. Амал жоқ. 20 мың теңгесін мыналарға береді да, 1 сағат мусорды изливают. Бұлар тыңдайды да, сенде бәрі күшті болады, уайымдама. Просто пережди дейді тағыны. 2 рет 40 мыңнан алдын алып келеді ғой. Зато Нұргүлдің ақшасы көп. Ақшасы көп. И еще біз бәріміз хотя бы кинода үшке барамыз. Кассаны жақсылап жинаймыз. И сол жинаған ақшаны сіз сосын Freedom Brokerге салыңыз, өйткені ақшаңыз көп болады сонда. Дәл қазір жарнама. Интересный факт. Индекс КАСЕ, который отслеживает акции крупных казахстанских компаний, в прошлом году вырос на 28%. Это говорит о том, что казахстанские компании показывают очень хороший рост. Если вы хотели давно попробовать себя в инвестировании, я думаю, что сейчас самое время. Таким образом мы поддержим наш казахстанский бизнес, и у нас появляется возможность хорошо заработать. Скачайте приложение TraderNet от компании Freedom Broker, где аналитики Freedom создали для вас подборку самых перспективных казахстанских акций, сделано в Казахстане. Вам не придется искать акции, изучать их, анализировать. За вас все сделано. Вы можете просто открыть счет и купить ценные бумаги из этой подборки. Кроме того, аналитики Freedom постоянно делятся свежими идеями, во что вкладывать. Но помните, это не моя инвестиционная рекомендация, потому что все инвестиции связаны с риском. И покупая ценные бумаги, инвестор берет ответственность на себя. Эфирде Late Night Show. Бүгін бізде қонақта Қанат Әлжапаров, Нұргүл Даубаева, Қайрат Әділгерей. Біздің шоуымызда әртүрлі конкурстар бар. Бірінші конкурсымыз ол сізге жақын, ол киноозвучка. О, дубляж. Біз сізге 3 фрагментті дайындадық. Сол фрагментті көресіз. Қанат екеуіңіз озвучка жасайсыз. Қанат қалай? Демәз оқысың. Қанат, это ваш шанс, давайте. Арманың да. Бірінші фрагмент. Аватар киносынан көрейік. Қайрат, сен... Мынау мен ба, келатқан сонда? Жоқ, мынау Қанат Аватар. Давайте. Уже бастай берейік па? Бастай, да, я бастай. Міне, уже бастап кетті ғой, иә? Қанат, мына қойды ұстап алып, шашлық жасайықшы. Отырып демалайықшы. Көп болды демалмағалы.
майопка жасайықшы Қанат. Мынау қыз ғой Қанат. Кеттім мен. Мен негізі махамын десем. Қайда кеттің? Кім? Қарындас? Қарындас? Алысқа бармайықшы. Ай, не көрдің мені? Саған келме деген жоқпын ба, туалетте отқанда десе. Әлі сөйлеп жатсың ба? Кім? Сен қайсың, мен қайсың? Еркекпін ғой енді, сен қатынсың ғой. Қатын ба мен? Иә, құйрығы бар қатын. Мен қатын дедің ғой, маған? Қатын деп тұрсың ғой, Жоқ, қатын емес, келіншек, сұлу, әйел. Кешір. Мен қатынмын онда. Мен байқамай қалдым, айып етпеші. Екі жігіт істеу керек еді ғой, ладно. Аватар болсаң, әдемі аватарка болады екенсің. Кстати, сіз аватарға дубляж жасадыңыз ба или жасап Жоқ. Неге? Жасай алмадым ғой мен. Неге? Мен вообще Бізде қазақша аватар болды ғой. Сізге айтайын, аватар қазақша әлемдік прокатпен бірге шықты ғой. Өкінішке орай аватардың қазақшасын дубляждағанын халық тұрмақ, дубляж саласында жүрген мен өзім білмей қалдым ғой. Ешкім айтқан жоқ, е? Иә. Сосын оған өте аз реклама болды. Бұл негізі Қазақстандағы бүкіл қазақ білетін бұл сенсационный жаңалық еді ғой негізі. Иә. Соған дұрыс информация бермеді. Бұл бізде получается аватар қазақша болды, бірақ біз барған жоқпыз, иә? Барған жоқпыз. Өйткені мысалы 14 сеанс болса, соның бірақ сеансында қазақша, и то ол сағат түскі 2-де. Жұмыс күні. Хотя аватар бізде Қазақстанда ең мықты рекорд жасады. 3,5 миллиард. 3,5 миллиард. Представляете, у нас какой потенциал? Хотя в кино соған жақындайды шығар. Енді хотя в кино 3 деп айтып тұр ғой, 3 деп. 3 миллиард жинайды. Ну пока Дариға Бадықова рекордты жасап жатыр. рекордта 2 миллиард. Ол 1 миллиард 820 миллион теңге. Қойшы. Иә. Өткенде қарызға 5 мың сұрасам жоқ деп тұр ғой. Уже жұмсап қойған ғой. Екінші фрагмент, Қанат, дайынсыз ба? Агент 007. Өде! Ақша менде бар, құдайға шүкір, уайымдама. Не жейсің? Макарон? Картошка? Не жейсің, айтсайшы? Сен менюді оқымай таңдасайшы, таңдас. Апа болып сөйлей бермейсің ба? Иә. Мен демеймін саған. Деп пойыздың дауысы салып кетсем. Рұқсат болса сізге вино қойып берейін. Сен сөйлей береді екенсің ғой? Иә, мен. Негізі бұл вино өте тамаша вино. Сен кім болып жатсың? Вино ішетін бе едің? Қоя. Қана қызық екен де кино Бұрын енді 2013-2014-те әзіл-әлем басталған кезде бәріміз осы Астанаға келеміз деп Мен киноға бармайтын. Киноға барамыз ғой. Киноға барсақ, Қанат не деп жатыр? Сонда не деп жатыр? Анау сонда. Сіз орысша вообще түсінбейсіз. 0-0. 0-ды ғана білем. Қанатпен вообще киноға бармайтын бұл. Өйткені киноға барған құрыл болмайсың, өзіңде түсінбейсің, бұған түсіндіріп отырып, біраз нәрсені білдіріп аласың. Соңында мынаған түсіндіріп отырып, үшінші адамнан екеуміз сұрайтын болдық қой. Не деп жатыр? Сонымен үшінші адамда бармайды. Қайрат, қазір бар ғой, балдарыммен отырып кино көріп отырған ғой. Екеу кетіп қалады ғой. Ал енді бізде үшінші фрагмент. Давайте экранға назар аударайық. Есек мен болайыншы. Давайте. Жоқ, мен болайын деп таласып қалса. Сайсыңдар. Кім Шрек? Ишак. О, Ишак. Мен саған бірдеңе айтқым келіп тұр. Мен тастамашы, менімен бірге алып жүрші. Мен саған көмектесемін. Өтінемін. Кім? Қанатжан. Шрекжан. Мен саған өлең айтып беремін. Мен сені алып бармаймын ешқайда. Ишаксың сен. Неге алып бармайсың? Ишаксың деймін сен. Ишактың ет арам болғанмен еңбек адал. Бірақ мен сенен қалғым келмейді. Алып кетші мені, өтініш. Ой, қалма, күт мені. Мен саған бірден айтайын ба? Мен негізі көп жерде осылай жалғыз қалып қоя берем. Бірақ мені... деп атыр ғой. Ишактың даусы салып тұрса, Жарайды, жақсы. Рахмет. Негізі... Енді озвучка, дубляж, ол енді сіздің... Дубляждың кез келген актерлары вообще мультфильмға келген кезде, мультфильм андай ғой, безразмерный жанр таңдамайды.
өзіңе ойыңа келген дауысты саласың. Иә. Вот, допустим, басқа бір, мысалы, бізде осы бір жыл бұрын ба Спанч Бобқа дауысқа не болды? Кастинг болды. Иә. Бүкіл актерлар жиналып, ана Спанч Бобты каждый өзінің фантазиясымен дауыс берген кезде, ана оригинал орыстардың тыңдап жүрген Спанч Боб далада қалды ғой. Біздердің Спанч Боб бірінен бірі өткен, бірақ бұл проект кішкене әлі тоқтап қалды. Егер де қазақша сөйлейтін болса, Спанч Бобтың көкесін көресіздер. Вообще, конечно, Қайрат Әділгерей қанша дауыс сала алады? Где-то 100, наверное. Я, мен күйеуге шықпай тұрып 18 дауыс салатын десем. Енді дубляж это, күйеуге шыққаннан кейін 19 болды ма? Да, дубляж это ваша вот сфера, да? Любимая сфера. Дубляж это любимая сфера, это бұл мені признавать еткен дубляж ғана. Вот это я всегда благодарность проявляю. Дубляж бұл менің стихиям. Дубляж әлде кино ма? Дубляж. Ал Қанат, сіз үшін сахна ма әлде кино ма? Жоқ, сахна жақсы. Сахна, иә? Нұргүл, сізге психолог или акушер-гинеколог? Или психопат? Сізге психолог болған жақсы ма, или ақша шашқан жақсы ма? Или психушка десең. Оны айтам. Вообще негізі, мына бағана айтып жатырмыз ғой, Динар ханым. Как вы их терпите? Вот это, психологтардың өзі психологқа барады деген юмор бар ғой, это неспроста, ол реально. Бағанаға изливать еткен бір сағат біреудің душасын изливать етіп тыңдағаннан кейін, бұл кісілер де біреулерге барады. Тоже ақшасын төлейді. Еще супервизияға барамыз. Супервизияға барады. Менің өзім терапевтің мысалы переводчик арқылы жұмыс жасаймыз. Сосын мынандай екі адамды тыңдап отыруға, еще жүктісің, еще 6 балаң бар, енеңмен тұрасың, жолдасың бар. Сабырлы болу үшін терапия керек. Солай ма? Нұргүл, сіз білесіз бе? Сіз бұл киноға, хотя бы кино үшке ақша салдыңыз, иә? Спонсор болдыңыз. Ал Қанат пен Қайрат жаздың күні, менің білуімше, өздері екеуі кино түсіреді. Құдай қаласа. Сіз білесіз, иә? Білем, иә. Сізді шақырған жоқ. Сценарийін бәрін таныстым, ол кезде бала болсын. Ешкімнен ақша сұрап атқан жоқ. Сіз өзіңіздің ақшасын саласыз, иә? Біз қайырымдылық қордың ақшасына түсіріп жатырмыз. Бізде енді, иә. Қайдан? Иә, бізде енді үлкен жаңалық бар. Өткенде су тасыған кезде біраз ақша жиналды ғой. Иә. Сол ақша ұрлап түсіріп жатырмыз. Негізінде, шын мәнісінде. Негізі біз 40-тағы адамдарымыз ғой, иә? Бұл сала шын мәнісінде үлкен бір рискті талап етеді ғой. Дегенмен де, менің бұл салаға келуімнің өз себеп салдарым бар. Мен негізі мақсат қойған кезде терапия келіп жүрген қазақ әйелдерінің тағдырын кинофильм арқылы көрсеткізір. Өйткені жалғыз адаммен кездескенде мен көпшілікке шаршап қалам, иә? Кинофильмнің да оның берері көп негізінде. Сондықтан осындай бүгінгі таңда түрлі кинолардың көбеюі сапаны жақсартуға алып келе жатыр. Қазақ индустриясы дамып жатыр. Бұл жерде орасан зор күш қуат қажет етеді. Ақшадан бөлек, ол жерде ресурс, уақытты, отбасын тастап өзіңіз ойлаңызшы. Ал біз қоғамды, болашақ ұрпақтарымызды осындай сапалы дүние арқылы тәрбиелеу мүмкіншілігіміз бар, шын мәнісінде. Мен сенемін, Қайрат пен Қанат мықты кино түсіреді, иә? Ол кімнің идеясы болды? Бұл енді біздің бір інілеріміз бар. Бұл енді біздің проект емес. Бізді қолға алып жатыр. Ағалар, осылай сіздер жүрген жерде рейтинг жасайсыздар. Қай передачаға бармасаңыздар рейтинг жасайсыздар. Қай киноға түспесеңіздер де миллион болады ертең. Миллиард жинап беріп жатсыздар. Неге осы күштеріңізді өздеріңізге жұмсамайсыздар, ағалар деп? Бізге өздері бір спонсор тауып, өздері сценарий жазып, бізді былайынша айтқан кезде айтты, ағалар жастарың 40-қа келді, уже истеніп атсыңдар деді. Оны айтам, сіздерді өзіміз қолға алмасақ, сіздер үстіп ләпіріп жүре бересіздер. Сіздер бір звезда болып, өздеріңіз бір дамытып, личность жасау, бренд жасау, бір қатайып алып, ондай нәрсені жасай алмайсыңдар сендерді. Біз сияқты арттарыңызда идеясы бар, креативі бар жастар қолға алайықшы деп бізді қолға алып отыр. Екеумізді асырап алдық. Молодец. Маған айтқан жоқ. Қазіргі таңда сол іншектер бізге жұмыс жасайын деп жатыр. Бізді былайынша бір сілкіп алды. Ол комедия болады, иә? Ол комедия болады. Құлдастар. Құлдас деген кино. Құлдас. Ол менің білуімше, ол тупой еще тупее сияқты, иә, сондай кино болады.
Сонда сіз бізді соған қиып тұрсыз ба? Жоқ, мен қиып тұрған Сонда жоқпын. тупойларды шақырып тұрсыз ба, қонақ қылып? Жоқ. Не бар, не бар? Мен Бір затырасың. естуімше, Қанат, естуімше. Айта береді, сенбе. Сондай бір форматқа бізді енді дайындап жатыр. Иә. Кеше бір осыдан бір... Біз енді бәрібірде андай ұлы дала андай бір батырлар жайлы шықпайды ғой бізден. Мысалы менен шықпайды. Мен андай бір трагедия кинолар ондай шықпайды. Тупоймыз ғой, сол ғой десең айналып келгенде. Негізі мәні, мағынасы бар негізі сол жүрген кезде. Ол жақсы бір месседж. Бүкіл әлемдегі андай проблеманы қозғайды ол жерде. Айтсай қайрат. Сол полный киноны айтып берсе. Сөйтсе тым қызық емес. Көп адамдар жоғалып кетіп жатады ғой. Жоғалып кетіп, бір жерде мынадай тағдыр тәлкегіне ұшырап жатады. Үйлеріне қайта алмай жатады. Тіпті үйдің іші олардан тәрк етіп айырылып қалдық деп ойлағанмен, олар бір күні болмаса бір күні қайтып келеді. Олар бір жерде сол бір қиын тағдыр туралы біз комедия жанрында жеткізгіміз келіп. Ал Қанат, вот сіз сахнаға шыққанда, иә, сіз ішіп шығады дейді, рас па десе? Дәрет алып шығасыз ба десе? Әзілдерді өзіңіз шығарасыз ба? Өйткені біз маған бір әзіл ұнады, соны көрейікші. Қайса? Дейтін кездер ғой. Қазір ғой маска шешілгеннен кейін бірдеңе деп кетіп қала беретін. Сол кезде менен сұрады, Қанат, Жан, маған алғашқы махаббатым туралы айтып берші деп. Түсінмейтін, Қанат, Нұргүл, менде алғашқы махаббат деген болған емес ешқашан. Бірінші прикинь, сені көріп тұрмын, сен деп ше. Ой, Жан, айтшы, не может быть, бүкіл еркектердің барлығының алғашқы бала махаббаты болады ғой, айтшы деп қоймағасын бәрін айтып берген ғой мен. Көрші Жадыра деген қызбен жүрдім, 5 жыл жүрдім онымен. Ол мені сүйді, мен оны сүйдім. Ол мені әлі күтіп жүр, мен де күтіп жүрмін деп бәрін айтып берген ғой. Содан семья құрып кете жаздады да қоя қой дедім құрсын. Қазір бірдеңе десең Жадыра дейді, үнің өшетті қалады, болды әйтеуір. Сіз бұл әзілдерді өмірден аласыз ба? Әзілдердегі стилім мен шамалы жаңағыдай ғой. Өз-өзіне күлу. Өзім жазам. Автор жігіттер бар, көмектеседі. Мен көбіне өзім жазам. Өзім жазғанда... Бұл Қанаттың бір жақсы қасиеті. Бір жақсы қасиетінде айтшы. Жақсы қасиеті. Кез келген сахнаға шығатын юморы болсын, тіпті осы хотя бір, екі, үшінші кино, 3 киноға түсіп келе жатыр. Өзінің бизнесмен Қанат деген кино сериалында түсірген кезде, веб-сериалында. Ол өзіне жазылған сценарийға көніп кете бермейді. Бұл өзі алып кетеді да, түнімен ішіп, бәрін дұрыстап, өзіне ыңғайлы юморды көбейтіп, өзінің сахнасын жарқыратып алып келетін единственный. Жақсы қасиеті. Осы бір жақсы қасиеті. Есен Елеукен маған айтты, Қанат мықты импровизатор. Сенбе оған десең. Есен аға. Есен аға айтты, даже Тұрсынбек Қабатовтан да мықты деп. Асып түседі деп па? Асып түседі, да. Ну, енді бұл жерде енді Тұрсынбек ағамыз жоқ қой. Айта берейік, иә? Сондай? Ойна айтам. Енді Тұрсынбек жоқ, мөлдір айтпайды шығар. Мықтысына мықтымын, иә. Мөлдір уже жазып алды бәрін, уже WhatsApp-қа жіберіп. Жалпы енді Қанаттың осындай бір жақсы қасиеті бар ғой. Импровизатор, негізі көп адам импровизатор бар. Бәрінде импровизация бар. Но чутье. Оны сол жерде айту керек па, айтпау керек па? Сол ғой. Керек емес жерде айтады да, ол импровизация. Соны қалай сезесіз соны? Менде ондай. Датчигіңді көрсетші, мына жердегі датчигіңді. Қалай сіз соны сезесіз? Вот мынау әзіл өте ме, өтпей ма? Білмеймін, Динара, оны... Айтам ба мен саған? Оны мен білмеймін ғой, қалай сезіледі, солай шығар. Халықтың психологиясын біледі. Қайдан білесіз соны? Не психолог. Что-то я, Нұргүл, переживаю, по-моему. Как психолог ретінде сізге айтын, әр нәрсені біле бергін келеді десің. Білгін келмейді. Сұрағыңыз көп екен де, психолог ретінде. Сұрағың көп, мен ашып адам екенсің десе. Рахмет, Динара, енді түсіне алмаймын сол негізі, қалай сезесің деген. Мен? Сол, вот, например, шабыт қалай келеді, например, ой қалай келеді, әзір қалай келеді. Это же сіз сахнаға шығасыз, да? Сахнаға шығайын деп тұрған кезде, бұл жерде мөлдірлер біледі ғой, біздің театрдың қалай дайындалатынын. Біз бәрібір бір апта, 2 апта жүрсек те ол шықпайды. 2 күн қалды деген кезде
өзі тақалған кезде оның қалай шығып жатқанын білмей қаласың. 2 сағатта. 2 сағатта, 3 сағатта. Иә. То есть, получается, сіз дайындалмайсыз, да? Дайындалғанмен бәрібір шықпайды. Сосын менде жауапкершілік те жоқ, бір жағынан. Тұрсынбек ұрса ма? Ой, Тұрсынбек ұрсады. Не ұрсыңдар? Қайталасаңдаршы, ана әзілдеріңді қайталап жаттай беріңдерші, сен қанат айтады, қайталадық түк қызық емес дейді. Кстати, Так, не бар дейді, Тұрсынбек айтады. Так, не алып келдің дейді. Тоқа, басы бар, аяғы бар, тек арасына юмор керек дейді. Бізде, кстати, маған ұнайтыны Қайраттың сахнаға шыққанда Қайрат Әділгерейдің оның заманауи әзілдері маған ұнайды. Давайте көрейік. Бізде қазақтарда бизнес-тренингті көп түсіне бермейді. Ақша жасаудың жолын білмейді бізде. Бизнес-план құра алмайды. Бізде қазақтар тек қана алақанның қышығанын күтіп жатамыз. Бір алақан қышиды, плотны сүйеміз да, маңдайға шақ дейміз дағына, и ждеміз. Ақша түсет, оған продукт алып аламыз. Болды. Сонымен ақша бітеді. Тағы алақан қышиды, сүйесің, маңдайға бір ұрасын, тағы ақша түсет, онымен квартплата төлейсің. Сонымен тағы бір алақан қышығанда табаның қышиды, сонымен қаңып кетесің, бітті сонымен. Біздің бизнес осымен тоқтайды, көрдіңіздер ма? Қайрат, сіз өзіңіз тоже шығарасыз, или сізге жазып бере ма біреу? Жазып беретіндер де болады, шығаратындар да болады. Біздің неге жалпы әзіл әлемі театр ол сондай специфический театр. Біз бірінші халыққа дәлелдемейміз, біз бірінші бір-бірімізге дәлелдейміз. Яғни, біз 7-8 актерміз, өзара бізде басында жарыс болады. Кімнің әзілі қалай өтеді, кім қандай материал алып келді. Бұл жерде енді Тұрсынбек, он вообще не обсуждается. Он сам по себе, он ледокол. Біз вообще Тұрсынбекке даже айтамыз, не алып келгенде бізге даже тексермейміз да, қызықтаймыз да, потому что біз уже сенеміз. Самое главное, Тұрсынбек бастап берсе болды деп. Қаланың 2-3 концертінен кейін біз уже аяққа тұрып, одан кейін барып біз уже халыққа қарай жұмыс жасаймыз. Но әр гастрольда бір жақсы жері сенің шикі материалың пісіп, эфирге уже әдемі туынды болып келеді. Но поначалу Тұрсынбек ол былай істейді. Бірінші эфирді беріп тастайды, Мастяковский стиль. Потом бар гастроль айналады да. Сосын басында 2 жылда біз Тұрсынбекке айттық, Тоқа сен енді қой ондайын, Москва шығар. Біз давай лучше бірінші гастроль айналып келейік. Потом барып эфир берейік деп, 2 жылдан кейін мы его еле-еле переубедили. Потом он перефокусировался. Получается, әзіл пісу керек, е? Әзіл пісу керек, әрине. Фидбэк алу керек, е? Бекті алу керек. Деп түсінбей қойсаң. Не керек дейді? Фитті алу керек, бекті алу керек. Давайте Но көбіне фит не свежий. Шайшик, Макси Шайшик. Макси Шайшик. Да, бізде Макси Шай біздің спонсорымыз. Ал дәл қазір жарнама. Тимур, ты что сделаешь? А ты что, не слышал, что ли, про новый алматинский тренд? Пьешь напиток на улице целый день, и удача к тебе лицом поворачивается. Не слышала. Ой, Тимур, не знаю насчет алматинских трендов, но астанинский тренд знаешь какой? Какой? Пьешь Макси чай, работаешь, и удача всегда будет на твоей стороне. Поэтому поехали, работаем. Ладно, поработаем. Эфирде Late Night Show. Бүгін бізде қонақта Нұргүл Дауылбаева, Қайрат Әділгерей және Қанат Әлжапаров. Бізде конкурстар бар. Келесі конкурс, сіз ол конкурсты жақсы білесіз, ол крокодил. Бізде 6 кино бар. Мен сізге карточканы беремін. Сіз бізге көрсетесіз. Жоқ, сіз, мысалы, Қайрат мен бастаймын. Сіз бастайсыз, Нұргүл мен Қанат должны угадать. Мен білмеймін бірақ, Бізде 6 кино, ол қазақстандық, отандық кино. Так, пожалуйста, Қайрат тұрыңыз. Мен тұрайын. Сізге көрсетем. Сіз ештеме айтпайсыз, тек қана қолмен, в общем, денеңізбен көрсетесіз. Ой, бұл енді... Мен өші сөз айтпайым, я? Қазақстан киносы ма? Ескі кинолар ма, әлде соңғы шыққандар ма? Ескі фильмдер ма? Нет, современный. Соңғы, современный. Сериал Мано? Сериал Мано? Оттегі? Оттегі ма? Шылым? Швалу? Көрген жоқпыз, ола кино? Мықты сериал. Анау, бүйтіп ақшаны
искейтін Наркотиктің аты қалай еді, иә? Қандай? Эй! Сериал қарамаймыз. 32 деген ол Қойды да. айтса да білмей отырық қой, ондай кино бар ма? 532 ғой. Киноны до конца еще Нұргүл шыға ма? Да, Нұргүл, пожалуйста. Нұргүл келе ғой. Масқара болдым десей. Абайлашы қарағым. Қып-қызыл болып. Сіз Нұргүл, молодцы, күшті Нұргүл, сіз психологиямен түсіндіресіз бе, қалай түсіндіресіз? Жақсылап, мен пішініме қарайсыңдар. Пішініңе? 9 месяцев. Деп пішініне қарай. Не оны? Королева. Королева в бензоколонке. Артур Королева. Отандық кино. Отандық король. Тамирис! Бетіңнен сүйіп алайын. Айтпасын да сіздер. Тамирис. Сіз айтпасаңызшы. Не помогаем. Келесі қатысушы Қанат Әлжапаров. Маған беріңіз карточканы. Өзім сол жерін ғана көрдім. Ей, кісіні өлтірді. Тағы да өлтірді, келе жатады, өлтіреді. Игла. Оттегі. Отандық кино. Отан үшін отқа күй, өлмейсің. Отан үшін отқа күйсің. Айтсы тұрса, түсіндірсең. Міне. Не? Мың бала? Жақындап кетсін. Ей, кочевник. Ей, не? Өтіп кеттің. Неғып тек со жерін көрсете бересің? Я, мен со жерін ғана білем, басқа көрген жоқ ма киноны? Жоқ, ол ана пышақталмас бұрын не істеді ол, соны көрсетсейші. Міне пышақ тықты ғой, құлады ғой, болды. Жатыр әңгі. Не, рекетир! Өткен аспанға қарап жатыр ғой. Ей, рекетерде пышақтаған жоқ, оны улап өлтірді ғой. Онда бар ма құйындар? Ойба! Қача кино ма? Жоқ. Отандық кино. Отандық кино, жиіркенішті кино. Десең. Тамирис па десең? Сериал ма? Кино. Андай. Сыртынан қарасам жезөкше секілдісің. Менің өткенімді бетіме басып айта берме. Мен бақытты семьямын десең. Андай. Қыз, я? Сүйсауы. Тракторшын махаббаты. Жоқ. Сериал емес. Өміржан екен ғой. Айта беріңіз. Не айтасың? Құсын білмей отыр. Не? Не, қазір айтам. Асель Садвакасов ойнады, я? Бешарашки? Жатақсыз. Толғақ келіп атқан жоқ па саған? Андай, бүйтіп тұрады да неге? Ей, кім жігіттің рөлін сомдаған? Менің атым Сабина ма? Келінкі Сабина. Келінкі Сабина! Барымша келтіріп атқан сиясың. Бүйтуім керек еді ғой. Нұргүл, келесі қатысушы. Келіңіз, айналайын. Ал, бісміллә. Не болды, қарақтарым? Не болды, Қанат? Аналар, ал, не кино? Айтса, бірінші айт. Сөзсіз ұғыну керексіңдер ғой, я? Сөзсіз. Білейін. Үстінде киім бар, вот. Не, Макси шайы бар ма? Келінжан. Келінжан! Ой. Браво! Браво. Қанат? Стаканды бермесең, мен таппайын деп тұр едім. Жал. Не ол? Ананы беріп, тақсалем беріп. Не ол десең, бүйтсең, ананы ашып қараш де. Мұрны ұзын. Басқа керегі жоқ. Мұрны ұзын кім бар еді? Мұрны ұзын. Басқа жерін көрсетші сенде.
кстати, бір нәрсені. Нұрлан Қоянбаев? Жоқ, қандай кино? Бизнес по-казахски? Шау жүректің балатысың, дұрыс. Дұрыс қой, бизнес по-казахски. Оны неғып бүйтіп көрсетіп жатсың? Оны да, соны білемін. Нұрландікі бүйтіп көрсету керек қой, мына жаққа қарай тарту керек. Былай ма? Иә, сен наоборот бүйтіп жатсың ғой. Қанат, ал сіз ше, сіздің достарыңыз, иә? Қайрат, Нұрлан Қоянбаев, бәрі кино түсіріп жатыр, иә? Ал сіз Қызылордада отырып, неге кино түсірмейсіз? Ақша таппайсыз. Менде ақша бар. Мен мұқтаж емеспін. Мен мұқтаж емеспін киноға түсіріп. Бизнесмен Қанат деген. Тұрсынбек қашан түсіреді кино, сосын болды, сол кезде мен де бастайтын шығармын десең. Ана, негізі маған кино қиын. Неге? Қайрекеңдер біледі ғой, Қайрекеңдер сол темада оқыған, жүрген, бітірген диплом бар деген сияқты. Сосын олар неғып тұрады. Мен енді Қайрекең шыдамаймын, ана камераны ауыстырып, ана болам дегенше дейін, ана жұмыс жүріп атқан уақыт кетеді, қайттан түсіреміз, маған қиын да, сол үшін кино қатты ұнай бермейді маған. Шыдамсыздау. Ұрсып қалам, Мінез сондай. режиссер жақтырмай қала салам. Соны мен бәрі соған звезда тәлпіш деп ойлайды. Ол шынында енді шыдамсыздық қой. Маған сол сахнаға ыңғайлы маған, кинодан гөрі. Жұрттар сол кино, менде главный роль жоқ қой ешқандай. Да? Сізге, получается, Нұргүлдің точно терапиясы керек. Тревожное состояние между жасау қажет. Мен өзім терапиям бар, постоянно бар, оған дисоль құйдырамын, эксенсаль аламын. Нервничать не сонда заузинче жылмайтын боласың. Ана нервничать еткеннен мынандай тырнағын тістеп отырсын дейді, одан без қой, тырнағым өсіп кеткен ғой. Ондай болса. Үйде қайшы жоқ қой де. Қайрат анам білесің бе, жаңа есіме түсіп кетті, осыдан 8 жыл бұрын ба, 7 жыл бұрын керуеннен екеуміз шығып жатқан Динара Сатжанды көріп айқайлайтын ше. Не деп? Динара дейді. Кетші. Ана неде жатамыз ғой? Динара Сатжан деп жындадамыз. Ол кезде танымаймыз ғой сізді. Бірақ Қайрат таниды, мен білмеймін. Андай орысша сөйлейтін бар. Айқайлайды ғой Қайрат ше. Динара Сатжан, дәл қасымызда кетіп бара жатыр ғой ол кісі. Ей, Қайреке. Динара Сатжан ғой дейді. Мен содан бастап білеміз. Как психолог ретінде сондай болды. Жоқ, бірақ енді жаздың күні енді кино түсіресіңдер. Мен сіздерді шақырам, міндетті түрде қолдаймыз. Еще Қанат, мен білуімше, сіз 1 қазаннан бастап гастрольге шығайын деп жатсыз, иә? 40 жасыма толған Астанаға концерт қой деді ғой маған. Сольный концерт. Сольный концерт. Барамыз ғой. Демей қойнардың біз қоймайды. Вообще, дайындалып жатсыз ба, или как? Или импровизация бола ма? Жоқ, ыңғай келсе енді ертең сентябрьден бастап дайындаламыз. Бір ай қалғанда, да? Бір ай. Енді қазірден бастап дайындалсаң, ол кезде қазіргі айтайын деп тұрған әңгіме, ол кезде актуальный болмай қалады деп ойлап тұрдық та. Бір ай қалғанда дайындалып шығады. Прям реально сольный концерт. Ешкім болмайды, да? Болады ғой, ол қиын шығар айтса. Тұрсынбек болады, иә? Тұрсынбек болады шығар, айтып көреміз ғой. Сольный деген жалғыз өзің шығасың ба деп. Я соны айтып жатырмын ғой, болады шығар деп жатырмын ғой. Енді сольныйға маған ешқандай психологтың керегі жоқ, оны түсіну үшін. Маған тек көрермен керек те. Сольный деген сөз түсіну үшін психологтың көмегі керегі жоқ деп ойлаймын. Кстати... Да, Маша? Маша ма? Кстати, Қайрат, сізде тоже сольный концерт болады, да? Бізде де... Алматыда. 40... А вы специально договорились, да? Сізде Астанада, сізде Алматыда. Да, бізде мына 40-қа келіп жатырмыз ғой. Бағанағы біздің іншектер бізді қолға алып жатыр. 40-ымызды берейін деп жатырық. Иә. Мынау 40-қа келіп, 40-нан шыққан бала сияқтымыз ғой екеуміз. Уже ит көйлегімізді кигізіп деген сияқты. Мен Алматыда, бұл кісі Астанада, Нұргүл Петропавловскада. Біз енді гастрольдік сапарды бастаймыз, сол концертке дайындығымызды бастаймыз. Ертең уже август-сентябрлерде отырамыз, авторларымыз бар, жұмыс жасап жатыр. Кәдімгідей бізді қолға алып жатыр, бір продакшндар ше. Сол сольный концертте не болады? Сольный концертте не болады? Макси чай болады. Макси чай болады, Freedom Broker болады, сосын үшінші спонсор, есімде жоқ десең. Үшінші спонсор айтайын ба кім? Кім? Мықты керемет гаджет керек болса, он чарч дүкеніне барып, сол жерде сатып аласыз. Ал дәл қазір жарнама. Тимур, что ты делаешь? Да мне мастер сказал, феном волосы надо укладывать. Феном? Так это же не фен, это же стайлер. Dyson Airwrap Sakura Rose Gold. Ты не представляешь, на что способен этот стайлер. У стайлера Dyson 6 насадок для твоих волос.
Я думаю, подойдет брашек. А для моих волос подойдут цилиндрические насадки с эффектом куанда. Куанда? Не куанда, Тимур, а куанда. Это когда поток воздуха притягивает волосы к насадке и создает шикарные локоны. Мне брашинг больше нравится. Если решишь отрастить челку, ты можешь укладывать ее с помощью вот этой насадки. Вот так будет. Вот так вот будет. И для твоего удобства, Тимур, обрати внимание, Dyson продумал этот удобный, стильный кейс. Приобрести стайлеры Dyson вы сможете в магазине OnCharge. Заказывайте прямо сейчас через Instagram по очень хорошей цене. Не надо, мы же за петличками приехали. Ал келесі конкурс, оның аты, ну, иісі шығып тұр, уже понимаете, да? Келесі конкурс шындықты айт немесе асап же. Ойбай. Бірінші сұрақ. Шкабыңызда қанша скелет бар? Скелет? Я. Ну не зато. Ну, есть такая русская пословица, у каждого человека есть свои скелеты в шкафу. Ну, құпиялар. Құпиялар ма, шкафта ма? Ай, менің шкафым есігі жоқ. Ода құпия жоқ. Тартпасында жоқ. Тартпасы шкаф жоқ. Шкафта құпия ештеңе жоқ. Төрт носки бар, тесік. Я. Сізде, получается, ешқандай құпия жоқ? Жоқ. Вообще, ешқандай тайна? Нет, ты что, нет. Секрет жоқ? Никаких секретов, ребята. Да? Нет. Конечно. Как? Ну что может быть в шкафу? Нұргүлде болмаса? Менің шкафымда құпия бар. Қандай? Әжеміз бар. Оны біз көмуге қимадық десең. Шкафта не бар, құпия? Нұргүл, сізде бар ма? Бар шығар. Ойланып отырмын, кез келген адамның өзінің сыры болатын шығар. Жан жарақаты болатын шығар. Шкафты ашқанда жан жарақат тұрса. Ашпаған кезде үстіге қайғы төгіліп қалса. Менің құпиям өмірлік тәжірибеге айналған. Азаматымның әкесі екінші жаралған. Мысалы. Біз қоғамда бұл туралы ашып айтпаймыз, өкінішке орай. Бұл тақырыпты қозғасаң да көптеген әйелдердің жарақаттар қоямыз. Жей бер. Тас атқылай бастайды. Мысалы, мен айтпаған дүние осы шығар. Қазір есіме осы дүние түсіп тұр. Келесі сұрақ. Заңды бұзған кездеріңіз болды ма? Болды, да? Болды. Праваны сатып алғам. Правда? Я. 30 мың теңгеге. Қашан? Ой, осыдан 15 жыл бұрын. Бір рет лишенияға кеткем. Арақ ішіп ұсталғам. Рас. Я, ол рас. Заң бұзушылық болды сол. Қазір праваңыз бар ма? Қазір бар правам. Бір жыл без прав. 2 жыл правасыз жүрдім. О, май гад. Айдап жүрдім еще машина. Жапонша сөйлейтін машинаң ба? Я, жапонша сөйлейтін машинам. Бәрін тіштейтін уақытта. Қанат, сіз ше? Мен әркім өз жан жарасы болады ғой енді. Мен жарам мын жерде деп, қуат қасып атсаң. Соғыр шегін көрсетіп тұрсаң. Жаттап алдым. Мен карантинде. Той жүргіздіңіз, да? Жоқ. А что? Карантинде өзімнің үйімнің алдында көршілерімді шақырып алып, дарылдадым. Қалада этаж үйдің алдында шашлик істедік, сонда бізге арыз жазып жіберді көршіміз. Сөйтіп мен заңды бұзғаным үшін штраф төледім. Қанша? Білмеймін, 2 айлық есеп, айлық көрсеткіш бар. 18 ба 20 мың төледім. Одан кейін мен заң бұзылып жатыр ғой, күнде бұзылады ғой. Мысалы кеше мен күні кеше заң бұзып келіп отырмын осы. Сол мен жан жарам сол. Рахмет. Нұргүл, ал сіз ше? Сіз жаңа сұраған кезде маған мына жайт есіме түсіп жатыр. Орал Батыс Қазақстан университетінде ағылшын араб тілі факультетінде дәріс алған болатынмын. Терең тыныс алыңыз. Мен жегім келіп отыр ше. Біздерге қазақ тобы болды да, жалғыз топ. Өкінішке орай ол жерде орыс филологияның деканаты біздерден рұқсат сұрамастан алтта неміс тілін тықпалады, оқисыңдар деді. Мен старосты группы болғанмын, сол кезде рұқсатсыз жиын өткіздіріп, неміс тілін, енді баламын ғой ол кезде, ата-бабам соғысқа қатысып,
сол жақта қорлық көрген неміс тілін оқығанша неге мұсылман тілін, араб тілін оқымаймыз деп, сол кезде басқа топтан барып, араб тілін ашқыздырып. Сирияға кеткен сол екен. Иә, 33 адамның арабша тануына себепкер болған. Супер. Бірақ мені сол жерде шақырып алып, кейін біраз старостадан кетуіме шейін дүние болған осындай. Заң бұздым, өйткені мен енді билікке қарсы шығып тұрмын ғой бір жағынан. Болашақта олай жасамаңыз, хорошо? Келесіде. Келесі сұрақ. Күшті вообще. WhatsApp-тағы соңғы перепискаңызды көрсетіңіз, немесе мынаның бәрін жеңіз. Мен соттың байда өзі. Соткаңыз білмеймін. Переписка кіммен көрсетейін? Әкел көрсет. Ана кіммен неткенімді кетіріп тада, ананы қалдырдыз. Мен соткымды көрсетімді жаңа боди массажға жазғанымды көрсетім. Мен соткым артта ма? Менде айфон жоқ. Так, соңғы переписка кімде болды менде? Не істедім мен вообще? Только интересный переписканы көрсетіңіз. Мен оқиын, давайте. Ну, Салтанат? Кто это Салтанат? Можно посмотреть? Так. Давайте естіп көрейік. Салтанат, здравствуйте, қалайсыздар? Я завтра 4:30 там буду. Там накидаем набросок. Что-нибудь придумаем. У меня игры много. Просто на аудитории 70-летие, клин, утюдер. Как будет вообще? Нормально все. Болды. Қанат, сіз WhatsApp-ты что-то не істеп жатсыз, да? Чистка жасап жатсыз. Мен ешкім маған жазбайды екен ғой, байғұс, иә? Мені вообще байғұс ешкім іздемейді екен ғой десе. Жоқ, Тұрсынбекпен бар ма переписка? Тұрсынбекпен жоқ деймін. Удалить етіп үлгерді. Сіз не істеп жатсыз вообще қазір? Мен WhatsApp-тан смс-тер оқыватырмын, біраз менікі кілең, андай Динара жазып жүрген, ақша сал. Тек қарыстырай ма бәрі? Иә, ақша сал дейді, самолеттің ақшасын сұрап жатыр. Кім сұрап жатыр? Динара дейтін біздің билет алатын қызымыз. Да? Өзі тыңда. Все, мы потеряли Қанатты. Қанат, сіз вообще, сізде, получается, Қайрат, у вас тоже исчезающие сообщения? Нет, у меня не исчезающие. Вообще не скрывайте ничего? Ни от кого ничего не скрываю. Я чистый человек. Я, знаете, я подобно ангел. Әңгімені жіберіп отырсам. Получается, сіздің жарыңыз Бақыт в любое время может, да, прочитать ваш Да, WhatsApp? она имеет право в любое время прочитать, но у нее нету духа силы прочитать. А вот, Нургуль, қалай сіз ойлайсыз? Вообще, әйел өзінің күйеуінің вообще WhatsApp-ына вообще рұқсат болу керек па или керек емес пе? Енді бұл жерде адам өзінің тәрбиесіне де байланысты ғой. Сенімсіздікке байланысты. Егер де өзінің шекарасын, өзін құрметтей алатын адам болса, әрине ол азаматтың олай зерттемейді. Зерттемейді, қарамау керек, иә? Негізінде. Бірақ өкінішке орай көптеген азаматтар телефоннан ұсталып қалады. Вот ұсталып қалады, почему? Потому что қарайды ғой. А зачем қарап? Қанат, сіз сонымен сіз бізге берген жоқсыз телефоныңызды. Мен берейін ба? Айттым ғой, сол үшін давайте сіз бірдемені жеңіз. Жеңіз. Мынаны жеп көрейін, да? Мынау отыр маған. Шикі ма бұлар не? Шикі, иә, бірақ. Ой, астафыралла. Анау камчатский краб қой, камчатский краб. Үйге алып кетсің. Мына уже болмайды, мен оқыта салайын. Салфетка. Салақсың, е, кәдімгідей. Мен айттым, осындай жерге шақырмаңдар. Сүртан аузыңды. Аузым грим. Жоқ, давайте балықтың көзін можно. Шикі ғой ол? Шикі бәрі, конечно. Конечно, спокойно айтып отқаныңызшы. Сонымен не істейсіз? Көрсетесіз ба? Не көргілерің келеді? Тұрсынбекті. Мен Тұрсынбек жоқ деймін. Покажите переписку Тұрсынбекті. Исчезающий сообщение шығар? Я шынымен де, ондай ешкімдікі жоқ болып көреді. Кіммен, например? Последний раз кіммен переписка болды сонда? Кіммен болды? Менмен, наверное. Мынаны көресіздер ма, десең? Ай, Беркі, шашылып кетті кәдімгідей. Қипақтап, арты қуыстан өзімен өзі. Көрсетті, құтылсайшы болды ғой. Мен өзім жазғаным ба, оның жазғаны ма? Или жеді, нет. Құса сал. Мынаны, осьминог же. Ал, бісміллә.
Загадай желание. осьминог жесейші мынау деген жақсы емес пе әйтеуір. Пивімен жақсы кетеді. Мына хотя пісіріп қойсаңдаршы құрсын. Бір пісіріп, бірдеген бір ет, мынау масқара ғой, шикілей аузымызға тығайын дедіңдер ғой. Енді ол конкурстың аты Ну, я понимаю, шындықты айтқан, но енді шикілей жегізбейтін шығарсыңдар енді. Ребята, это уже вообще ни в какую раму. Қанат десе. Болшы! Не алдайсыңдар? Мына Бәрін голосовойларын тыңдап алғансың ғой сен. Қанат не істеп тұрсыз? жаңа, в общем, былай болған ғой. Айуан өзі тыңдап алып отқан ше. Тыңдат енді Динараға. Бүйтеді. Не дейді? Дейді. Давайте естіп көрейік. Так, мә, ас болсын, ақбөкем, әкел. Түнде ауылда болғам. Аха. Түнде ауылда болдым. Тыңдайық та енді аны Сөйтіп, микрофонмен. иә, түнде ауылда болып, енді не үшін екенін айтайын да, қазір айқай болады ғой. Сөйтіп, Нұргүлден ба? ауылда өзіміз достар болып бір карт ойнадық. Иә. Сөйтіп карт ойнадық. Сөйттік та, шамалы, мейрамға не қылдық, зорға тұрдым бүгін 12-де, самолет 1-де. Иә. Кешігіп ұшып, спартикмен келдім, мына жерге, сөйтіп, киім алайын дедім да нарада. Сөйтсем, ақша жоқ қалтамда. Иә. Сөйтіп, әйеліме 100 мың салып жіберші, мына бір Динара Сатчанға баратын, ана спартикмен жүріп, мынандай алайын дегем. Сөйтсем, әйелім маған сенбей бейгейді. Сен тұтас 100 мың сұраған араңда біреуге күнде қарыз қалды ғой, не беремін? Не дейді? Сен 100 мың сұрағанға қарағанда біреуге қарыз болып қалғансың дейді. Кеше түнде картада. Болды, Ана болды. думаю, что қарыз, да? Иә, қарыз болып қалды деп. Сіз сонымен сіз сатып алдыңыз, иә? Сол маған аударды, сөйттім да мен мынаны алдым екеуін сізге келу үшін. Көрдіңіздер ма? Анау Антонио Маратада, да? Нұргүл, мен сенен алған 100 мыңды киім алдым. Көрдің ба, ешкімге одай ештеңе қарыз емеспін. А сіз, получается, жинаған ақшаны, тапқан ақшаны бәрін Нұргүлге бересіз, иә? Мен Нұргүл емес қой, көрермендер ойлап қалмасын, келіншегінде аты Нұргүл. Жоқ, мен саған беремін десең. Бұл шындық, сонда да бірдеңе жегімге отыр десең. Мен өзім ақшам жұмсақ қойып тұрмын ғой түнде. Иә, картамен ойнағанда, да? Жоқ, карта ойнаған жоқ, мастафыралла. А не ойнадыңыз? Амино. Жақсы. Келесі сұрақ. Қайрат, біреудің құпиясын ашқан кездеріңіз болды ма? Я этими живу. Вот көбісі маған, менде андай не бар, доверительное отношение бар да, көбісі маған доверять етеді, көп нәрсені айтады. И маған кетерді айтады, пожалуйста, ешкімге айтпашы деп. Я говорю, шынымен, я деймін да. Инстаграмға салып жіберем. Или сразу телефон соғасың? Я, мысалы, бүгін мен Инстаграмға салып жібердім, бәрі білсін деп. Бүгін 9 май мейрам деп салып жібердім. Бәрі біліп қойды. 9 май екен біліп қойды. Жоқ, вообще, вот, если серьезно. Енді, мысалы, біреу менімен ашылып сөйлесе бастайды ғой, бір сырларын айтқысы келсе, мен тоқтатып тастаймын. Потому что кетіп қалады сосын, да? По-любому кетіп қалады. Лучше мен білмегенім жақсы деймін да. Мен айтамын, одан да ішкі күйзелісіңді айт, іште кімге ренжімсің деген сияқты. Бірақ андай сырларыңды айтпай-ақ қойды. Айтқысы келетіндер болады, айтады. Максимум 3 күн шыдаймын. Потом все. Потом әйелім айтам. Иә. Әйелім айтты деген сөз болды ғой енді. Ол бәрі біледі ғой. Ой, айтам. Нұргүл, ал сізге, мысалы, сіз психотерапевт ретінде, да? Сізге, мысалы, құрбыларыңыз келсе, ашық бәрін айтады ғой психолог. Иә. Сіз соны сосын ешкімге, ол этика ғой. Мен құрбылармен жұмыс жасамаймын, туған туысқандармен жұмыс жасамаймын. Өйткені мен оларды басқа түсімен жанашырлық танытып қою мүмкін. Өзім терапевт маман ретінде жоғалтқыздырып аламын. Ал өте маңызды дүниелермен клиент келген кезде, оны тікелей эфирда себеп салдарын айтуға негіз пайда болса, клиентті міндетті түрде рұқсат сұрап аламын. Просто атын айтпайсыз, да? Бұл этикаға жататын ең бір ерекшелігі бізде қазақ қоғамында өзгеге көбіне сырын аша алмайтын жандар өте көп. Және өзіміз кезінде үлкен бір соққы қалғанбыз. Мықты деген тұлға психотерапевттің өзі болған ортадағы групповой терапиядағыны өзгелерге жария қылып тастап,
мидың ерекшелігі мендегі қазір. Клиент келеді, мен оның тарихын сол күні сол жерде қорапшаға салып, келесі келген кезде, айтып отырған кезде мен есіме түсіре алмай отырамын. Маған солай өте ыңғайлы. Ми солай қорғанады. Айтпауға тырысасың ғой, шыдайсың әрі бері. Ішіп қоясың, сонымен қисып қалады ау. Анау бар емес па деп бастайсың. Қайса деген кезде, анау ше? Енді маған ешкім құпиясын айтпайды, сенбейтін шығар. Егер айтып жатса, мен барынша шыдаймын, айтпауға тырысамын. Тырысасыз, бірақ? Егер қызық, интересно болса, айту керек. Қайтып сақтап жүресің оны. В общем, поэтому, достар, құпияларыңызды ешкімге просто айтпаңыз, потому что вот ер жігіттер даже не выдерживают. Поэтому вот это вот не работает. Ешкімге айтпа. Да. Қанат, тамада ретінде ақшаны алып, тойға келмей қалған кездеріңіз болды ма? Алып. Алып жоқ. Ешкім алдын ала бермейді ғой саған. Аванс бермейді. Жоқ, негізі тойға келмей қалған кез болған жоқ, бірақ шатасып, екі той алып қойып, үйіне барып, кешірім сұрап, алдын ала айтып, осындай болып қалды деген орнына Қайрекең жіберген сияқты бір-екі темалар болды. Ал негізі алып қойып, бара алмайсың ғой, біреудің жан жарасы ғой. Ол қуанышы ғой біреудің, оған бара. Кейде болады, мысалы, сол күні рейс ұшпай қалады, болмаса ұшып келеді, басқа қала қона салады, сондай кезде форс-мажор біз мысалы шынымен де бара алмай қалған кездер көп болды. Мысалы, екеуміз Астанадан... Просто заранее бару керек. Ну, извините меня, заранее болғанда қалай біреудің қуанышына 2 күн бұрып барып алсаң. А ол саған 2 күнге ақша төлемейді ғой? Мысалы, ертең той болса... Ой, Динара, давай не будем. Осы жерден это самое. Не, ну просто хотя бы, ну как это, мысалы мен тойлер болсам, да? Мысалы, мен ақша төлеймін, мен сіздерді күтем, да? Конечно, вы должны приехать. Ну да. Ну, форс-мажор-то біз кінәлі емес бұл самолет ұшпай қалса. Ну, поэтому 2 күн бұрын. 2 күн бұрын болғанда тойдың иесінің үйінде 2 күн не деп жатасың? Ол өзі құда күтіп ми ашып жүреді. Бұтына капрон киіп алып, басында бигуди. Отельде жатып. Отельде оның ақшасын кім төлейді? А тойдың иесі келген күннің ақшасын төлейді. А 2 күн бұрын заранее кім төлейді оны? Это нам накладно. Так что давайте не будем, ребята. Лишний сұрақтарды, андай өзімізге қатысты сұрақтарды қоймаңыздар. Не пересекайте линию черты характерного психологического. Айтсайшы, көмектессейші. Границы. Границы. Мен 2 күн бұрын барып жатам, десе өтірік айтасың. Әңгімені тоқтату үшін өтірік айтасың. 2 күн бұрын барып жатам. Қастарында дейсің де. Сөйтіп той күні қайтып кетемін десің. Сіз бірінші тойды қашан жүргіздіңіз? Өмірімде бірінші рет тойды қашан жүргіздім дейсіз ба? Мен білуімше Көкшетауда, иә? Бір информация білу. Жоқ, Алматыда болу керек. Көкшетау. Ойбай, 10-да бітіріп тағамыз. 9-да бастап. Көкшетауда жүргізіппін ба не? Да, Көкшетауда бірінші той. Жақсы болыпты. Қош? Да. Ол менің ішкі құпиям еді. Оны кім айтып қойған? Сіз сыр сақтай алмайды екенсіз. Жоқ, мен просто информация жинаймын. Соңғы сұрақ. Өмірдегі қандай қателіктеріңіз үшін өкінесіз? Өкінесіз ба? Да. Только честно. Дүниеге келгенім үшін. Қате ғой десең, өне. Жоқ, енді ондай қателік жоқ. Жалпы адам өтіп кеткен нәрсені қайтып келмейді. Бірақ өткен нәрсеменен үйренеді, болашақта сол қатені жібермеуге тырысу керек, дұрыс па? Как мен психопат ретінде дұрыс айтып отырмын ғой, иә? Психопат. Өзімнің, білмеймін енді, қателігім кейде ойлаймын, мысалы, Алматыға оқуға түсіп кеткенім ба деп, мысалы, мамамның қасында бола алмадым көп жылдары. Осы бір кейбірде ойлап қоямын, егерде мен Алматыға келмесем, мені Динара Сатчан танымайтын еді, шақырмайтын еді. Так что выбирай, или мама, или Динара. Я тебя выбрал, Динара. Нет, а если серьезно? Ой, господи, даже не знаю.
Ну неужели нет никаких ошибок? Мен енді ошибка болғанда кішкентай ошибкалар шығар, андай торғайды өлтіріп тастау, мысықты көзін ойып жібереу құрсын. Әжем отырған кезде төбесінен кәмпит лақтыру басына 80-дегі кемпірдің. Но это ол қателік емес, мен оған ешқашан өкінбеймін. Она сама виновата. Кемпір. Жоқ, ондай қателікке мен ұрынған жоқпын, және де өкінетіндей ештеңе болған жоқ. Ол өкінгенменен одан ештеңе қайтара алмайсың. Надо жить в будущем. Супер. Өткен зат өтті, ребята. Нұргүл, сіз ше? Енді өкінішсіз адам болмайды. Өкінішсіз мына екеуімен осы бағдарламаға келгеніміз. Иә, ол да рас. Дегенмен де менің түсінгенім бойынша кез келген жағдайда болып жатырған ситуация біздерде өкініш туғыздырғанмен жаратушы міндетті түрде саған керек қана ситуацияны жібереді. Мен тіпті таптым-ау сенің инвестор болуымның өзі де мен қазір осы жерде отыруыма себепкер болып отыр, иә? Бірақ та менің өкінішім пендешілікке салынып, адамды тірі кезінде бағалай алмайтынымыз. Ол өмірден өтіп кеткеннен кейін саусағыңды қанша тістесең де оны қайтара алмайсың да. Міне өзекті өртейтін өкініш осы ғана дер еді. Оны Абай атамыз баяғыда айтып кеткен ғой. Иә. Адамның тірісінде өсектен аманы жоқ, өлгеннен кейін жаманы жоқ дейді. Так что мені бағалаңдар. Қанат, сізде вообще қателіктеріңіз бар ма? Мен жүрген жүрісім қате ғой. Күніне 8 рет өкініп, 14 рет кешірім сұрап. 14 рет кешірім сұрап. Жоқ, менде ондай бір қатты. Ана, мен өзім біліп тұрам бірдеңені, жасайын деп жатқам, осыны дұрыс емес ау. Бәрібір де ол өтіп кеткеннен кейін қатты өкіне қоймаймын. Сана жоқ, потому что менде. Бір өмірде енді білмеймін, енді бір неге маған өкініп қалдым деп айтатындай қатты ештеңе жоқ қой енді. Бар болса бар шығар енді. Или мысалы, например, сахнаға шығып, жұмыс жасап ойламайсыз ба? Неге мен маған ұнаған жоқ бұл? Ондайлар болады кейбір концерттерде неге дайындалмай шықтым екен осы жолы деген сияқты өкініштер. Ол мелочь өкініштер. Жылына 2 рет болып тұрады. Өкініп қаламыз кейде. Сосын не істейсіз? Мен қайтып кетемін үйге. Ондай қатты жаңағыдай бір бекер жасадым дейтін өкініштер болады. Мысалы бүгін өкініп қалдым, неге кеше ертерек жатып, барлық киімдерімді дайындап, асықпай самолетке барып, келіп отырмадым деп. Иә. Группаны күттіріп қойып, мына жерден барып киім алып, мына джинсы еще қысқармаған. Анаумен бірдей келмейді, соларға сәл өкініп қалғаным бар. Зато өміріңіз менің ойымша өте қызық, иә? Насыщенный. Насыщенный. И вообще творческий адамдардың вообще өмірі сондай қызық. Иә, әркелкілік дейді. То есть насыщенный. Мен тағы да өкін қалым жүрерім құрсыншы жесем жештесең. Өкінбей тұрғам, неге жемедім де өкініп қалатын сияқтымын. Қайрат, Нұргүл, Қанат, сізге үлкен рахмет келген үшін. Сізге енді сәттілік тілейміз, кассаны жақсылап жинаңдар. Вообще қазір кассаны нормально жинап жатыр ма сіздің? Соңғы кезде осындай нәрсе көп. Қонаққа шақыратын, студияға шақыратын адамдардың барлығы касса жинаңыздар деп айтып жатады. Меніңше ең первый очередь халықтың көңілінен шығу. Біздің жасаған дүниемізге жақсы бағасын беріп жатса, ол келген халық бұл жерге тегін келмейді. Ұнатсын, ұнатқаннан кейін ол материал жағдай онсыз да келеді. Первый нет, жақсы тұшымды дүниені көрсету. 30 мамырдан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында хотя бы кинода 3 Қытайда түсірілген түсірілім. Өте бір керемет дүние, біз халықта күтіп отыр. Бұл киноны 362 миллион ба теңгені салмас еді продюсерлар. Неге? Өйткені бұл киноның аудиториясы бар. Бұл киноны бәрі күтіп отыр. Сондықтан да бұл кино сәтті болатынына, халықтың ұнайтынына толыққанды сеніммен айта аламыз. Келіңіздер 30 мамыр хотя бы кинода.